Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай ауызда еритін қытырлақ вафли жасаймыз. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа, қант, ерітілген сары май, ұн қажет. Алдын ала 5 жұмыртқамызды жарып, үстінен қант салып, ерігенше араластырамыз. Артынан сары майымызды құйып, қант ерігенше бір масса шыққанша венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, мен бұл жерде ұнды 2 бөліп салдым. Мінекей 2 бөліп салып, кәдімгі бір масса шыққанша араластырамыз. Осындай қаймақ секілді әдемі қою масса шығу қажет. Қатты қою болып кетсе де вафлиіңіз қатты болып кетеді. Мінекей формамызды қыздырып қоямыз да, осындай ас қасықпенен осындай құйып, ары кетсе 2-3 минутта пісіп шығады. Өзінің формасы болады, сол формаға салып формасын келтірсеңіз де болады, немесе трубочка сияқты орай салсаңыздар да болады, өз еркіңізде. Сіз де жасап көріңіз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін колокольчикті басып, тіркеліп, лайктарыңызды аямаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, ас болсын.